репродуктивті жас қай уақыттан басталады? Акушерствоға келгелі қазақтардың сол даналығына таңғалатын. Мысалы, босанудан кейінгі кезең организмнің өз өзіне келуі, қалыптасуы 42 күн. Медицинада да сондай. Дәлелденген дейсіз ғой? Дәлелденген, иә. Ал жалпы негізі енді қанша уақыттан кейін екінші балаға барған дұрыс? Егер денсаулығың бұзылмасын десеңіз, қорғанбаған жыныстық қатынасқа түспеңіз. Аналық жасушалардың қоры нашарлай береді, түсе береді. Мысалы, вирус папиллома человека, ол жыныстық қатынас арқылы жұғуы мүмкін. Достар, қайырлы күн. Сіздермен бірге 70-10 подкасты және оның жүргізушісі мен Зарина Бойынбаева Қайратқызы. Бүгін менде қонақта Жанар Байжұмақызы, репродуктолог, гинеколог маманы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз осы репродуктология, әйел адамның денсаулығына қатысты болмақ. Жанар, қош келдің. Рахмет. Студияңызға шақырғаныңызға. Бүгін толық және пайдалы мәліметтер беремін деп ойлаймын. Көп күтеміз. Менде өйткені көп сұрақ бар. Жалпы негізі бізде енді өзіңді шақырып отырған бірден бір себебі осы репродуктология, әйел адамның денсаулығына қатысты мәселелерді қозғау, сол туралы емін еркін бір әңгіме құру. Енді сенің 12 жылдық жаңағы тәжірибең бар бұл салада. Жалпы негізі қазіргі таңда бізде Қазақстанда репродуктологияға әйел адамдардың, тек қана әйел адамдар ғана емес, енді ер адамдардың да қарым-қатынасы қандай? Одан кейін барып репродуктологияның жасы, жалпы репродуктивті дейді ғой, жас қай уақыттан басталады? Жалпы репродуктивті жас дегенге анықтама беретін болсақ, ол ұрпақ өрбітуге қабілетті жас дегенді білдіреді. Және бұл халықаралық денсаулық сақтау ұйымының анықтамасы бойынша 15 жастан 49 жастың арасын қамтиды. Демек, әйел адам осы жас арасында ұрпақ өрбітуге қабілеті болады. Ал репродуктолог маманы жалпы ол ең алдымен гинеколог маман. Барлық жүктілікті жоспарлау, жалпы бедеуліктің себептерін анықтау және оның емін тағайындап, онымен күресуде гинекологтан айырмашылығы бар. Және ультрадыбыстық зерттеуді әрбір репродуктолог маман жетік үйренген. Себебі кәдімгі қарапайым гинеколог маманына қарағанда, иә. Мәселен, жаңағы гинеколог маманы тек қана денсаулыққа қатысты енді гинекологиялық ауруларға байланысты қарайды, иә? Қарайды. Ал репродуктолог маман оларға қоса, жалпы гинекологиялық ауруларға қоса жүктілікті жоспарлауға және бедеуліктің емімен айналысады. Мәселен, жүктілікті жоспарлау дедік, енді жаңағы жасқа байланысты ғой. Мәселен, бізде енді қазіргі таңда 30-дан асып, 25-тен асып барып, мысалы, тұрмыс құрып, үйленіп жатқандар қазір көптеу, енді ол норма. Қазіргі біздің заманауи, былайша айтқан кезде тұрмыс салты сондай болып қалыптасты, Сол уақытта мәселен қалай дайындалу керек, мысалы, күйеуі мен әйелі? Жалпы дұрыс айтып кеттіңіз. Қазір Қазақстанда да сондай тенденция бар. Себебі карьера жасайды, қыздар да, жігіттер де. Мысалы, үйін алып, жағдайын жасағаннан кейін барып қана семья құрып, жаңағы бала жоспарлауға кіріседі. Тек біздің ұмытпауымыз керек бір нәрсе бар. Ол табиғи қартаю процесі деген нәрсе. Сондықтан біз жалпы әйел адамдардың жасына қарай екі топқа бөлеміз. 35 жасқа дейін, 35 жастан кейін деп. Бұның себебі аналық жасушалардың қоры және сапасы 35 жасқа дейін өте жақсы болады. Ары қарай уже жаспен байланысты саны да сапасы да нашарлай береді, түсе береді. Сондықтан сапалы ұрық беретіндей аналық жасушаны табу қиындай бастайды. Сондықтан жанұя құрған, бала жоспарлап жүрген 35 жасқа дейінгі жаңа жұптар бір жылдың ішінде табиғи жүктілік болмаса, репродуктолог маманына келіп, неліктен ол жүктіліктің болмай жатқан себебін анықтау керек. Ал 35 жастан асқан жұптар, олар егер 6 айдың ішінде табиғи жүктілік болмаса, уже себебін анықтап, тезірек жүктілікке қол жеткізуге тырысу қажет. Ал негізгі норма, мысалы, үйленді, отбасы болды, бір жылдың ішінде максимум, сонда? Бір жылдың ішінде максимум. Не үшін? Себебі, мысалы, айтайық, 100
қыз бала тұрмысқа шықты, бірақ жүзі де сол бір айдың ішінде көтермейді. Оның себебі жүктілік сапалы аналық жасуша мен сапалы сперматозоид екеуі кездескен айда ғана пайда болады. Мәселен 100%-тің қанша пайызы? 20-25%. Сонда әйел адамда да ер адамда да сондай болу керек қой? Әлде ер адамға қатысты ғана? Бұл көбінесе әйел адамға қатысты. Әйел адамға қатысты. Себебі әр айдағы аналық жасушаның сапасы әртүрлі болуы мүмкін. Қашан қай айда сапалы аналық жасуша шығады овуляция кезінде. Және ол жақсы сперматозоидпен ұрықтанады. Сол айда егер басқа да бір кедергілер болмаса, мысалы жатырішілік жабысқақ процесі, миома немесе жаңағы эмбрионның жабысуына кедергі келтіретін полип сияқты аурулар болмаса, онда сол айда эмбрион жатырдың ішіне түсіп, жабысып, ары қарай жүктілік береді. Ал енді бағана өзің айтып кеткен, мысалы жаңағы миома бар, киста бар, олар болса да негізі жүктілік мысалы болады ғой? Кедергі келтіруі мүмкін. Кейбір миомалар олар жатырдың ішкі қабатына қысым түсіреді. Немесе жатырдың ішкі қабатынан шығады, өсіп шығады. Бұл жағдайда міндетті түрде оперативті ем қажет. Ал кейбір миомалар олар жатырдың ішкі қабатына қысым түсірмейді, деформацияға ұшыратпайды, тек жатырдың сыртына қарай өсуі мүмкін. Және егер ол мысалы өлшемі 5 сантиметрден кіші болса, біз ешқандай оперативті ем қолданбаймыз. Егер эмбрионның жаңағы имплантация деп атаймыз, жатырға жабысуына кедергі келтірмейтін миомаларды әрқашан операцияға жүгіре бермейміз. Статистика бойынша бізде мысалы әйел адамдар қаншалықты жаңағы осындай проблемаларға ұшырайды және оның себебі не? Мәселен. Жалпы бедеулікте 50-50 қазір. 50% ер адаммен байланысты, 50% әйел адаммен байланысты. Жалпы енді бедеуліктердің себебін айтатын болсақ, оның бірнеше себебі бар. Ол біріншіден ер адамдық фактор, когда сперматозоидтардың концентрациясы аз болуы мүмкін, қозғалғыштығы аз болуы мүмкін, морфологиясы нашар болуы мүмкін. Мысалы иммунологиялық мартест деп атаймыз. Ер адамның организмі өзінің сперматозоидтарына қарсы антидене бөліп шығаратындықтан ол аналық жасушаны ұрықтандыра алмайды. Осындай бірнеше түрлері бар. Немесе сперматозоидтар мүлдем шықпайтын да түрі бар. Организмде болмайды. Оны сіздер стимуляция жасап? Оны стимуляция жасайды. Енді мысалы оның екі түрлі себебі бар. Ер адамда сперматозоидтар өндіріледі, бірақ та сыртқа шығара алмайды. Себебі жаңағы сыртқа шығаратын жолда қандай да бір кедергі бар. Ол қабыну процесінен кейін түтік жабылып қалуы мүмкін, мысалы сол кездерде шыға алмайды. Немесе травма болуы мүмкін. Ал екінші себебі организмде мүлдем сперматозоид өндірілмейді. Енді бұл жағдайда көмектесу қиындау. Оны енді андролог мамандары толық ол туралы ақпарат бере алады. Енді әйел адамға келетін болсақ, ол біріншіден овуляцияның бұзылыстары. Бұны қалай білеміз, әйелде овуляция бұзылыстар бар екен? Овуляция бұзылыстары болса, міндетті түрде етеккірінде бұзылыстар болады. Яғни ол циклдары өзгереді. Арасы жаңағы 28-30 күннен 2 ай, 3 ай, 4 айда бір рет келуі мүмкін. Немесе өте жақын болуы мүмкін арасы. 21 күн, 22 күн. Ол кезде уже ранний овуляция деп айтайды ғой. Мерзімнен ерте овуляция болып кетуі мүмкін. Яғни сол кезде мысалы 20 күн, 21 күн болса, енді бізде енді мектеп кезінде де одан кейін барып жалпы енді етеккір дейміз ғой, енді табиғи процесс қой. Сол кезде айтады ғой, жаңағы 28 бен 32 күннің арасы норма дейді. Кейде жаңағы біреуде енді жаңағы өзіңіз айтып отырғандай 21-22 күн болады, кейде жаңағы 35-40 күн болып кетеді. Сонда қыз бала міндетті түрде гинекологқа келген дұрыс қой. Келіп тексерілгені. Соңғы анықтамалар бойынша қалыпты етеккір циклы 24 күннен 38 күннің арасында. Және 8 күннен аспау керек. Қанның көлемі 80 миллилитрден көп болмау керек. Егер осыдан ауытқу болатын болса, миллилитр. Жалпы бәрін қосқанда. Жалпы бәрін қосқан кезде. Бәрін қосқанда. Егер бұдан ауытқу болатын болса, онда міндетті түрде гинеколог маманына барып қаралу керек. Жаңағы себептеріне қайта оралатын болсақ,
Бұл овуляцияның бұзылысы, демек аналық жасуша шықпайды, және ол әрине сперматозоидпен кездеспейді. Екіншісі түтіктік фактор. То есть аналық жасуша мен сперматозоидтың қосылатын орны ол жатырдың түтігі. Ұстап тұратын ғой. Былайша айтқан кезде. Место встречи былайша айтқан кезде. Енді жатырдың түтігінің бітелуіне алып келетін жағдайлар, ол бұрын егер оперативті қандай да бір вмешательство дейміз ғой, жағдай болса, мысалы аппендицит немесе кесар тілігі миоманы алған кезде жабысқақ пайда болады органдардың арасында, бір-бірімен жабысуы мүмкін, сол үшін жатыр түтігі өткізбеуі мүмкін. Немесе жаңағы жыныстық инфекциялар, хламидия, гонорея, микоплазма, олар жатыр түтіктерінің жабылып қалуына алып келеді. Болмаса, кейбір жағдайда жыныстық инфекция болмағанның өзінде, жаңағы организмде иммунитет төмендеген жағдайда сыртқы факторлардың әсерімен қабыну процесі пайда болады. И сол жағдайда да жатыр түтіктері жабылып қалуы мүмкін. Және сондай-ақ айтып кететін нәрсе ол эндометриоз. Эндометриоидты кисталар болғанда, жалпы эндометриоз ауру кезінде всегда спайчный процесспен бірге жүреді. Ол да жатыр түтігін жаңағы тартып, өзіне жабысқақ ауруға алып келуі мүмкін. Ал оны мысалы қандай жолмен емдейді? Мысалы оперативті жолмен ба, жоқ әлде жаңағы өмірлік жаңағы салтын өзгертіп, дұрыс тамақтанып деген сияқты? Жалпы енді жатыр түтігін біз бірінші тексеріп аламыз. Өткізгіштік бар ма жоқ па деп. Ол рентген әдісімен жүзеге асырылады. Және өткізгіштігінің қай жерінен, түтіктің қай бөлігінен бұзылғандығына байланысты. Операция көмектеспейтін ситуациялар болады. Немесе операция көмектесетін ситуациялар болады. Соған байланысты біз шешім қабылдаймыз. Енді үшінші жаңағы себебі ол жатырмен байланысты факторлар. Жаңағы бағана айтып кеткендей, полиптер, созылмалы қабыну процесі, жатыр миомалары және жатырдың ішіндегі жаңағы жабысқақ ауру. Мысалы бұрын выскабливание, жатыр ішін тазалау, болмаса вакуум аспирация болса, ондай жағдайда жатырдың ішінде жабысқақтар да пайда болуы мүмкін. Және тағы бір себебін айтып кетейін. Ол себебі белгісіз түрі. Мысалы сперматозоидтардың көрсеткіштері нормада, жатыр түтіктері өткізіп тұр, овуляция ай сайын болып тұр, бірақ жүктілік жоқ. Бұл себебі анықталмаған бедеулік деп диагноз қоямыз. Бұл жағдайда тоже пациенттеріміз де өздері түсінбей жатады, сонда менде қандай причина деген сияқты. Біздің де түсіндіре алмайтын кезіміз болады. Бәрі жақсы, бірақ жүктілік жоқ. Күту керек. Кейде күту керек, кейде уже активный ем қабылдау керек. Бұл экоға бару керек, немесе инсеминация жасау керек. Экоға жалпы негізі жүгіну барысында, очередь бола ма, жаңағы мемлекет тарапынан көмек бола ма, қолдау бола ма, құны қанша оған дайындық кезінде енді мысалы естіп жатамыз ғой, айналамызда экоға бірнеше рет барады, бірақ бәрібір жаңағы былайша айтқан кезде жаңағы аяғына дейін жүктілікті көтере алмайды деген сияқты түсіп болып жатады, қарапайым тілмен айтқан кезде. Бұның бәрі неге байланысты? Былай, мысалы эко дегеніміз экстракорпоральды ұрықтандыру, оплодотворение. Бұл жерде біз қолдан ештеңе жасамаймыз. То есть әйел адамның жұмыртқасын, жаңағы аналық жасушаларын қолданамыз, жолдасының да сперматозоидтарын қолданамыз. Олардың сапасына байланысты, ең бастапқы сапасына. Мысалы, егер екі жасушаның сапасы нашар болса, біз қолдан жақсарта алмаймыз оны. То есть не нәрсе бар, сонымен жұмыс істейді. Ал экстракорпоральды ұрықтандыру жаңағы жатыр түтігінде кездеспеген екі жасушаны, аналық жасуша мен сперматозоидты сырттан ұрықтандырып, пайда болған эмбрионды жатырға салу. Одан кейін барып ол жатырда жаңағы былайша айтқан кезде ішінде қалып ары қарата өніп жатса өнді, өнбесе онда қайтадан сол процесті жасау керек болады. Сондықтан эко жасағанның өзінде табиғи жағдайда кездесетін асқынулар да кездеседі. Жаңағы сияқты замершая беременность, немесе түсік болуы мүмкін, туа пайда болған ақаулар болуы мүмкін. Себебі ол экомен жасалған жүктілік алтын жүктілік емес,
100% да. Ол жерде де табиғи жүктілікте кездесетін асқынулар кездеседі. Бірақ бұл жерде бір артықшылық деп айтуға болады. Кейбір жағдайда эмбриондарды алдын ала барлық генетикалық ауытқуларға тексеріп алып, сау эмбрионды перенос жасауға болады, тасымалдауға болады. Оны сіздер кәдімгідей өздеріңіз соны анықтап шығарып аласыздар ма әлде қалай? Иә. Мысалы генетикалық 23 жұп хромосомасы толық па, жыныстық хромосомалар дұрыс па, соны анықтағаннан кейін уже хромосомалық ауытқуы жоқ эмбрионды перенос жасайтын болсақ, тасымалдасақ, онда біз жүктілікке жетуіміз де жоғарылайды. Және бұл әйел адам үшін, жанұя үшін де сенімділік береді. Ал енді медицина деп жатамыз, мысалы жаңағы ем деп жатамыз. Психологиялық тұрғыдан қалай дайындалу керек? Психиканы оған қалай дайындау керек, мәселен, күйеу мен әйеліне? Менің ойымша, психикалық тұрғыдан тек ойлау керек. Бұл бір диагноз, және оның емі экстракорпоральды ұрықтандыру. Бұл сізде бір нәрсе дұрыс емес, сіз кемсіз деген сөз емес. Тек қана сізде бір ауру бар, диагноз қойылды, соның шешімі эко. Оны тек емдік тәсіл ретінде қарау керек. Енді бізде түрлі жаңағы мифтер болып жатыр ғой, ойбай экомен туылған бала ертең оның баласы болмайды, болмаса ол да осылай экоға жүгіну керек деген сияқты. Сол мифтер расталған жоқ қой? Расталған жоқ. Себебі экомен туылған алғашқы бала, алғашқы бала, ол да өзінің табиғи жүктілікпен баласын туды. Сондықтан ол мифтердің бәрін біз жоққа шығарамыз. Жоққа шығарамыз. Экода туылған балалар табиғи жолмен туылған балалардан ешқандай өзгешелігі жоқ. Айырмашылығы жоқ. Қайтадан репродуктивті жасқа оралсақ, мәселен, жалпы негізі әйел адам болсын, ер адам болсын, өздерін қалай дайындағаны дұрыс? Қай уақытта, мысалы, жаңағы енді әртүрлі жағдай болады ғой, біреулер мысалы жаңағы көп бала сүйгісі келеді деген сияқты. Енді әркімнің тағдыры, өмірі әртүрлі, мәселен. Сондықтан белгілі бір жаңағы қадамдар жасау керек пе? Мәселен, сол көп бала сүйгім келеді деп, мысалы. Бірақ дегенмен біз енді қатты бәрібір қазақ болғаннан кейін жаңағы жасқа бүйтіп қалай айтсам болады, бір байланып тұрамыз ғой, не дегенмен психологиялық тұрғыдан да, менталды тұрғыдан да, одан кейін барып біздің ортамызда қашан деген сияқты сұрақтар болады ғой, мәселен. Иә. Мысалы 18, 19, 20 жаста қыз балада, ер балада репродуктолог дәрігеріне келіп, өзі үшін бір рет көрініп кеткен дұрыс. Біз көп анализ бермейміз. Айырмашылығымыз сол. Ер адамдарда мүлдем оңай нәрсе. Тек бір спермограмма анализін тапсырады. Қаншалықты ұрық бар, болжам қандай, сапасы қандай, болжам қандай, прогноз дейміз. Соны көреді. Мысалы, ұрық өте аз болса, болашағы үшін қатырып қояды. Яғни әр ер адамда әртүрлі ұрығының көлемі. Одан кейін ол әр жыл сайын азайып тұрады ғой? Әлде азаймай ма? Жалпы ер адамдардағы ұрықтың түзілістері әйел адамдардағыдан өзгешелеу. Ол жақта сперматогенез 3 айда 120 күнде жүріп отырады. То есть жаңа сперматозоидтар түзіліп отырады. Ал әйел адамда ұрықтың саны резерв. Ол біз туылмай жатып беріледі. Біреуге аз берілуі мүмкін, біреуге көп берілуі мүмкін. Мысалы, миллиондап беріледі біз эмбрион кезімізде. Одан кейін жаңадан дүниеге келген кезімізде оның бір 5-6 миллионы қалуы мүмкін. Сосын етеккір жаңадан басталған кезде 300-400 мың ғана клетка қалады. Ол кейбір әйелдерде 100 мың болуы мүмкін, кейбір әйелдерде 50 мың болуы мүмкін, мысалы, кейбір әйелдерде миллиондап болуы мүмкін. Сондықтан әркімде әртүрлі. Сонда біздің қазақтар бекер айтпапты ғой, алтын құрсақ деп. Былайша айтқан кезде. Сонда қазақтың сондай бір даналығы, бұрынғы заманнан, мысалы, алтын құрсақ дегені демек сол миллиондаған жаңағы ұрық, жаңағы жасушалар көп болып тұр ғой, сонда аналық жасушалар.
әлде олай емес онымен қатты байланысы жоқ. иә Қатты байланысы жоқ, себебі жаңағы айтып жатқан 20 жастарында репродуктологқа барып аналық қорын қаншалықты екен өзі үшін біліп алған дұрыс. Себебі ерте климакс деген ұғым бар. иә Кейбір қыздарда 28-25 жаста, даже 22 жаста болып жатады, мысалы тәжірибемізде. мәссаған 22 жаста жас қыз келеді, тұрмысқа шыққан, 1 жыл 2 жыл жүктілік жоқ, бізге келеді АМГ 0. АМГ деген антимюллерлік гормон. УЗИмен қараған кезде 1-2 ғана фолликул көруіміз мүмкін. Демек бұл әйелде уже климакс ерте басталып жатыр. Сондықтан сол 20 жастарда бір рет репродуктологқа барып көрініп қойған дұрыс. қазіргі климакстың уақыты 45 пен 55 жас арасы ма, жоқ әлде дегенмен 50 жасқа дейін енді бір стандарт бар ғой дегенмен. Орташа 45 жас деп аталады. 45 жас, Орташа 45 жас, бірақ ерте климакста болып жатады. Енді қайтып жаңағы келсек, 18-20 жаста бір келіп, жаңағы көлемін біліп кетуге болады дедіңіз, иә? Сонда сіздер мысалы нақты осындай мысалы миллион бар деп, болмаса жаңағы 100 мың деп енді былайша айтқан кезде, иә? 100 мың, 500 мың деп айтасыздар ма? Ультрадыбыстық жоқ, олай айта алмаймыз. Себебі әр айдағы аналық жасуша, фолликулалар, аналық бездердегі әртүрлі болуы мүмкін. Біз мысалы қалай анықтаймыз? Ең бірінші фолликул стимулдеуші гормон тапсыртқызамыз. Ол мидан бөлінетін гормон. Антимюллерлік гормон тапсыртқызамыз. Ол уже маркер, резервті көрсетеді. Және ультрадыбыстық зерттеу арқылы аналық бездердегі фолликулалардың санын санаймыз. Сол 3 тәсіл аналық бездегі резервті тексеретін тәсілдер. Мысалы, антимюллерлік гормон қазір көп айтылып жатыр ғой. 1-2, 1,5 ол уже граница. Мысалы, былай айтсақ, 32-33 жаста антимюллерлік гормон 1,5 немесе 1,5-нан төмендеу. Ол дегеніміз аз? Жоқ, аз емес, ол граница. Граница. Қазір алдағы 1-2 жылда тұрмыс құратын жоспары жоқ. Ондай жағдайда біз аналық жасушаларды қатырып қоюды кеңес береміз. Оны қатырып қойған кезде оның ешқандай сапасы жаңағы нашарламайды. Сол күйі, сол сапалы күйінде ол сақталып тұрады ғой. Бізде дегенмен енді біз қазақ қоғамы болғаннан кейін енді мысалы бұл нәрселер ашық айтылып келе жатыр да. Өйткені бұрын бізде бұл ашылмайтын, ашық айтпайтын бізді. Мәселен, қазіргі тіпті бүгінгі жазып отқан подкастымыздың себебі де сол ғой. Жалпы неге қыз бала болсын, ер азамат болсын, ертең өзінің болашақ ұрпағы үшін қазірден бастап ойлансын, дайындалсын деген мақсатта жазылып тұр ғой. Жазып жатырмыз, сізді маман ретінде шақырып. Сонда мәселен жаңағы сіз айтып жатқан 32, 33, 35 жас аралығында демек барып сол антимюллерлік гормон тексеріп, аналық жасушаларын сақтап қойған дұрыс. Ол қанша уақыт сақталады? Және ол қанша тұрады оны сақтау? Оны сақтау 900 мың теңге көлемінде тұрады. Енді әр клиникада әртүрлі болуы мүмкін. Жалпы қанша уақытқа сақтағыңыз келсе, сонша уақытқа сақтауға болады. Хоть 10 жыл, 20 жыл. Тек сізге керек уақытында олар қайтадан ертіледі, жібітіледі және ұрықтандырылады. Ол 100% мәселен гарантия бере ма? Жоқ. Бермейді? Бермейді. Себебі жаңағы экода да 100% гарантия мүлдем дүние жүзінде ешкім бермейді. Жалпы орташа есеппен 35 жасқа дейін эконың тиімділігі 40-50%. Может быть, 60%-ға дейін жетуі мүмкін. Бірақ 100%-ға әлі жеткен жоқ. Статистика бойынша, статистика демей қойын, бірақ сізге келіп жүрген мысалы жаңағы жұптар дейміз ғой, солардың қанша пайызы мәселен экоға жүгініп жүргендері неше жаста? Бар ма сондай бір орташа көрсеткіш? Былай айтсам болады, ең жасы 2000 жылғылар қанша жаста қазір? 23-24 жаста. 23-24 жаста. Ең жас, Ал ең жасы үлкендер деп айтатын болсақ, болады 48 жас, 49 жас. Ал ең көп келетін жас ол әрине 35-40 жастың арасы.
Жақсы, түсінікті. Жалпы енді әйел адам өзінің денсаулығын қалай күту керек? Біз енді әртүрлі жаңағы тіпті соңғы жылдары мәселен жаңағы инфекциялық ауруларға байланысты да ашық әңгімелер құрылып жүр. Бірақ көбісі орыс тілінде. Соны қазақша да бір көтерсек қазақ тілінде өзіміздің, өйткені қазақ тілді аудиторияда сол туралы білсе, қандай инфекциялық аурулар бар, олар қандай жолмен келуі мүмкін, болмаса болған жағдайда қалай емделу керек деген. Былай ликбез. Иә. Жалпы әйел адам жылына бір рет гинекологтан өтіп отыру керек. Жатыр мойнынан жатыр мойны рагына скрининг өтіп тұру керек. Ол тек қана бір мазок жығынды тапсырудан ақ көрінеді. Жылына бір рет онкоцитология деп аталады. Егер қандай да бір аурулар болатын болса, мысалы миома дейміз, кисталар болады, онда 6 айда бір рет өтіп тұрған дұрыс. Жаңағы миоманы ары қарай өсіп кетті ма, өспеді ма, әлде дәл сол өзгеріссіз тұр ма, соны көріп отыру үшін. Енді әйел адам жалпы жүктілік жоспарлағысы келгенде алдын ала 2-3 ай бұрын дайындалған дұрыс. Ер адам да, әйел адам да. Ол жаңағы дұрыс тамақтану, содан басталады бәрі. Дұрыс өмір салтын қолдану, дұрыс ұйықтау, полноценный 8 сағаттық ұйқы, және спорт, артық салмақ болса, оны тастау керек. Мысалы, шылым шегетін болса, оның ішіне бәрі кіреді. Жаңағы электронды сигареттар, кальян, шылым бәрі, оларды тастау керек. Оның бәрі жаңағы сапасына әсер етеді ғой. Аналық жас сапасына әсер етеді. Және стресс та өте қатты әсер етеді аналық жас сапасына. Біз сперматозоидты айтпақшы, қазақша аталық жасуша деп айта аламыз ба? Айта аламыз, Айта аламыз, бұрын биологияда несінде аналық аталық деп айтады. Жақсы. Сосын жаңағы ұйқы, тамақ, спорт. Фолий қышқылын ішсе болады, егер Д витаминін бірінші анықтап алу керек, жетіспеушілік бар болса ғана Д витаминін қолдануға болады. Жалпы осы стресстен аулақ болсын. Жалпы стресс негізі қалай әсер етеді әйел адам денсаулығына? Біз енді оны әрине Гуглдан бәрінен қарап көруге болады. Подкасттар толып жатыр, бірақ сіздің түсінігіңізде? Менің түсінігімде жалпы сөз бар ғой, барлық ауру бастан ғой. Бастан. Бастан. Сол өте дұрыс айтылған. Мысалы, өзімізіне басымыздан өтеді ғой кейбір жағдайда, депрессия болуы мүмкін, шаш түсе бастайды, әжім түсе бастайды, ақшаш көбейе бастайды. Мысалы, ұйқың дұрыс емес, тамаққа зауқың жоқ, оның бәрі стресспен байланысты. Жалпы негізі әйел адам болсын, ер болсын, стресстен аулақ болған дұрыс. Аулақ болған дұрыс. Жақсы. Енді отбасы болды делік, жаңағы күйеуі мен әйел енді әртүрлі жағдай болады, мысалы жаңағы түсік болып жатады, жаңағы замершая беременностьтің қазақшасы қалай? Дамымаған жүктілік десек болады. Дамымаған жүктілік болып жатады. Оған қалай енді эмоциялық тұрғыдан сіз маман ретінде, эксперт ретінде қандай кеңес бересіз? Енді әртүрлі ғой, мысалы біреулер үшін ол кәдімгідей үлкен стресс. Сонда менде бір проблема болып қалды ма, қалай болды деген сияқты. Өйткені біреудің түсінігінде идеальная картина мира деген бар да, мәселен. Ал қазір мысалы көптеген сондай контенттерді шығып жатыр ғой. Көптеген әйел адам өзінің жаңағы осындай бірінші жаңағы жүктілік осылай болды, екінші жүктілік қана мен мысалы көтердім деген сияқты ашық әңгімесін айтқан кезде, содан кейін барып ол норма екен ғой, ондай да болады екен ғой деген сияқты нәрсе болады. Соны сіз маман ретінде қалай түсіндіріп айтып берсеңіз? Егер бұл нәрсе, мысалы анембриония деп жатамыз, немесе дамай қалған жүктілік, жүрек соғысы болмай қалады, тоқтап қалады, өсуі, немесе өздігінен болған түсіктер, бұлардың негізгі себептері бірнеше болуы мүмкін. То есть біріншіден ол эмбрионның өзімен байланысты. Жаңағыда генетикалық ақауы бар эмбрион табиғи сұрыпталу процесінен өтпейді. Сол үшін табиғат былайша айтқанда тоқтатып тастайды оны. Түсік алып келеді, замершая беременность алып келеді, немесе жаңағы анембриония деп атаймыз. Соған алып келуі мүмкін. 70% жалпы хромосомалық ауытқулармен байланыстырамыз. Екіншіден жатыр ішіндегі қандай да ақауларға
байланысты болуы мүмкін. Мысалы жатыр ішінде перде болуы мүмкін, иә. Немесе туа пайда болған жаңағы ақаулар болады. Әйел адамда эмбрион дұрыс бекіне алмайды. И сол үшін түсік пайда болуы мүмкін, немесе тоқтап қалуы мүмкін. Сондай ақ әйел адамның жаңағы эндокриндік фонының бұзылыстарымен байланысты болуы мүмкін. Және ожирение, артық салмақпен де байланысты болып жатады. Сондай ақ ер адамның да ұрығымен байланысты болуы мүмкін. Кейде ДНК фрагментация деп атаймыз. Ол проценті жоғары болса, сондай қайталанған түсіктерге алып келуі мүмкін. Енді былай қараса, кейбір жағдайда да әйел адамда қан қатты қоюланады. Сондай өзгерістер болады. Антифосфолипидтік синдром деп атаймыз, тромбофилия деп атаймыз. Қан қоюланған соң, әрине ол балаға қан дұрыс бармағандықтан тоқтап қалуы мүмкін. Оның емі бар ғой? Оның емі бар. Енді не істеу керек? Сондай бір рет жағдай болды дейік, жаңағы әйел адамда. Бұл жағдайда егер мүмкіндік болып жатса, жаңағы түскен эмбрионды генетикалық зерттеуге жіберуге болады. Сол білу үшін бұл әйел адам организммен байланысты ма, жоқ әлде эмбрионның өзімен байланысты себеп па? Егер генетикалық анализде қандай да бар ақау болатын болса, демек эмбрионмен байланысты себеп болды. Ал егер бұл жағдай 2 рет кездесетін болса, онда біз қайталанған жүктілікті көтере алмау. Немесе привычное невынашивание деп атаймыз. 2 рет болса. 2 рет болса, иә. 2 рет және одан көп болса. Бұл міндетті түрде толық тексеруді қажет етеді. Мысалы, әйел адам мен ер адамның кариотип деп аталады, генетикалық анализінен бастап тексеріледі. То есть мүмкін ол эмбрионға беріліп атқан қандай да бір өзгеріс бар шығар, хромосомалық ауытқу. Одан кейін барлық қалқанша бездерін, гормональды фонын тексереміз. Артық салмақ болса оны түсіру керек. Және ультрадыбыстық зерттеу арқылы немесе гистероскопия арқылы жатырдың құрылымында қандай да бір өзгеріс бар ма, жоқ па, оны тексереміз. Сондай ақ гематолог дәрігеріне жіберіп, барлық қанның қоюланатын жағдайларына алып келетін жаңағы аурулар бар ма, жоқ па, солар тексеріп барып жүктілікті жоспарлаймыз. Ал енді мәселен 40 жастан кейін мәселен бала көтергісі келіп жатқандар болады, 3-ші, 4-ші баласын, 20 мен 30-дың арасында 1-2 баласын босанып, сосын демалып карьера жасап жүрді дейік. 40-тан бастап мысалы көтергісі келеді. Оларға қалай дайындалу керек, не істеу керек? Енді олардың бәрібір тәжірибесі бар ғой, бірақ дегенмен енді бәрібір бір заманауи жаңа бір технологиялар мүмкін шығып жатыр ма? Жоқ, белгілі бір мысалы гайд деп сіздердің бір кеңестеріңіз бола ма? Жалпы 40 жастарында. Иә. 40 жастарында 10-15% табиғи жүктілік және эко кезінде нәтижелік айына 10-15%. Аз дейсіз ғой? Иә, азая бастайды. Сондықтан етек кіріп бұзылыстар бола бастауы мүмкін. Миомада жиі кездеседі. Қан қысымы көтерілуі жиі кездеседі. Сондықтан бірінші денсаулығын толық зерттеуден өткізіп алып, одан кейін барып жүктілікті жоспарлаймыз. Мысалы, міндетті түрде кардиолог кеңесін алады, кісілер нефролог кеңесін алады. Яғни жаңағы бауыр, бүйрек, өкпе барлығы деп жатады. Енді кейде жаңағы әріптестеріңмен бүйтіп сөйлесіп жатасың ғой. Жаңағы көбісінің мысалы айтатыны ол беліне байланысты мысалы проблемаларды айтады. Кездесіп жатады, енді жаңағы белім тым ауырады, көтере алмаймын деген сияқты. Салмақ қосам, оның көтергені салмақ дейді. Ол жағынан не айтасыз? Ол адамның таңдауына байланысты. Таңдауына байланысты. Егер белге салмақ мысалы қандай, протрузия ма, грыжа ма, неден қорқады жалпы жүктілік кезінде, соның бәрін таразыға салу керек. Өйткені асқынуы мүмкін ғой? Асқынуы мүмкін, иә. Жалпы енді бағанағы статистика бойынша, иә, экоға енді жүгініп жүрген Қазақстанда отбасылар көп па? Жалпы. Қазақстанда жалпы статистика бойынша әрбір 5-ші, 6-шы отбасында бедеулік мәселесі бар. Ал тек Қазақстанда емес шығар, басқа жақта да солай ма? Әлде бізде көрсеткіш бәрібір төмендеу ма? Қазақстанда
көрсеткіш жалпы салыстырып көрген жоқпын. Бірақ статистика бойынша әрбір 5-6 жанұя осы диагнозбен емделіп жатады. Сол үшін бізде мемлекет жыл сайын аңсаған сәби квотасын бөледі. 7000 квота бөлініп келе жатыр. Былтыр да, биыл да. Биыл енді басталды бұл квоталар. Бұл мемлекет тарапынан жаңағы бала сүйгісі келетін жанұяларға өте үлкен көмек. Өйткені ол кәдімгідей үлкен ақша, иә, былайша айтқан кезде. Қанша қазіргі таңда? Әр жанұяның қалтасы көтермейтіндей болуы мүмкін. Жалпы қазір ЭКОның бағасы қолданылатын препараттармен және қолданылатын қоректік орталармен сонымен байланысты шығарылады. Технологиялар қандай? Мысалы, қосымша технологиялар қолдануы мүмкін кейбір экоцентрлар. Сондықтан орташа есеппен 1 миллион, 1,5 миллион көлемінде. 1 миллион, 1,5 миллион. Ол жаңағы сапасына соған да байланысты ғой, иә? Жасушаның көлеміне байланысты. Мысалы, кейде біз естествен циклда, табиғи циклда жүргізіп жатамыз. Себебі қанша дәрі берсек те, біз сол өсетіні бір фолликула болатын болса, оны біз дәрі бермей ақ, соны естествен циклда, мысалы, табиғи жолмен ақ өскенін қарап жүріп, эко жасаймыз кейде. Сондықтан ол индивидуально, әркімге әрқалай жасына қараймыз, қанша жыл жүктілік болмай жүр, қосымша аурулар бар ма жоқ па, жолдастың спермограммасы қандай, және ұрықтың көлемі қаншалықты, жаңа аналық жасушалардың соған байланысты, оның бағасы да өзгеруі мүмкін. Ал енді қазір қайтадан жаңағы инфекциялық ауруларға айналып келсек, жалпы негізі осы жерде сіз маман ретінде қандай кеңес бересіз? Мысалы, қыз балалар болсын, ер адамдар болсын, қалай сақтану керек, қалай жаңағы бұның алдын алу керек деген сияқты. Болмаса оған тағы да қандай басқа да нәрселер әсер етуі мүмкін. Мысалы, жаңағы енді біз ішекте, мысалы, түрлі инфекциялар кездесіп жатады. Олар қалай да әсер ете ме, етсек қалай, оның алдын алу қалай, не істеу керек деген сияқты. Жалпы тек қана жыныстық жолмен жұғатын инфекциялар болады. Оларға біз қайсысын жатқызамыз? ВИЧ, вирусный гепатит Б-С, сифилис, хламидия, трихомонада, микоплазма и гонореялар. Жыныстық инфекцияларға жатады. Бұдан қалай қорғануымыз керек? Егер жаңа партнер болатын болса, онда міндетті түрде презерватив, жаңа барьерлік методты, контрацепцияны қолдану керек. Барьерлік әдіс ол тек қана жүктіліктен емес, и бұл инфекциялардың өтпеуінен де қорғайды. 100% емес. 100% емес. Өйткені тер аурулары өтуі мүмкін, мысалда ВПЧ деп аталады. Вирус папилломы человека, оларда жұғуы мүмкін. Ал егер қорғанбайтын қатынасқа түскісі келетін болса, міндетті түрде екі жақта ПЦР анализін тапсырып, қан анализін тапсырып, бірінші инфекцияның жоқ екеніне көз жеткізгеннен кейін ғана қорғансыз қатынасқа түсу қажет. Себебі кейбір инфекциялар олар латентті түрде, жасырын түрде өтуі мүмкін. Мысалы, хламидия, микоплазма. Әрқашан оның біз клиникасын көре бермейміз. Олар жасырын түрде латентті инфекция болып, жатыр мойнын зақымдауы мүмкін, жатыр түтіктерін зақымдауы мүмкін. Жатыр түтіктерінің өткізгіштігінің бұзылуына алып келіп, соның нәтижесінде бедеулікке алып келіп жатады. Сосын мынау соңғы кездері бізде енді Қазақстанда қызылшаның статистикасы жоғарылап кетті. Балалардың көбісі қызылшамен ауырып кетті. Сондағы менің білмеймін қаншалықты миф емес, өйткені мен медицина саласынан енді керемет ондай жақын адам емеспін, одан алыспын. Бірақ дегенмен мысалы ер адамдарға, олардың жасушаларына әсер етеді дейді қызылша. Сол рас па? Рас емес па? Өтірік па? Қаншалықты? Бұл туралы зерттеулерді оқыған жоқпын мен. Бірақ барлық инфекционды процесс жасушаның сапасына әсер етеді. Кез келген инфекция дейсіз ғой? Кез келген, иә.
бізде сондықтан ішек инфекциялар бәрі әсер етуі мүмкін ғой, өйткені бізде енді адамда енді жалпы организмді әрбір ағза бір бірімен байланысты. Танзелит болсын бәрі дейсіз ғой. Иә, бәрі де әсер етуі мүмкін. Қызылшаның Қазақстанда ең жоғары болуы өте өкінішті жағдай. Ал сіз маман ретінде қызылшаға қарсы екпені егу керек дейсіз ғой сонда? Егу керек деп ойлаймын. Егу керек, иә? Иә. Жақсы. Өйткені бізде қазір соңғы кездер енді қызылшаға қатысты, жалпы қызылшадан бөлек кез келген екпеге қатысты сондай бір жаңағы пікірлер көп қаптап кетті ғой енді. Осылай ол баланың жаңағы туылуына, болмаса туылған баланың ертең денсаулығына әсер етеді деп жатады ғой. Орталық жүйке жүйесіне өте қатты әсер етеді қызылша. Мысалы мидың жұмысына әсер етуі мүмкін. Сондай-ақ жұлын, перифериялық нервтер көбінесе осыны зақымдайды. Сондықтан екпе алса, ол әлдеқайда жеңіл өтеді балада. Жеңіл өтеді, алдын алады. Алдын алады дейсіз ғой. Бірақ дегенмен енді мысалы вакцинация жалпы енді әйел адам мысалы жүктілікке дайындалған кезде де ол енді түрлі вакцинадан нетеді, ол вакцина алады ғой. Жүктілік кезінде ауырған, ол баланың денсаулығына өте қатты әсер етеді. Мысалы цитомегаловирус, герпес вирустар бар, иә? Егер организм бұрын осы вирустармен кездесіп антидене болатын болса, ол жүктілік кезінде наоборот сол вирустан қорғап тұрады. Ал егер жүктілік уақытында әйелдің организмі осы вирустармен бірінші рет кездесетін болса, ол балаға тікелей әсер етеді, баланың денсаулығына. Баланың денсаулығына әсіресе жаңағы нерв жүйесіне әсер етеді ғой, әлде қалай? Иә, нерв жүйесіне, бауырына әсер етеді. Бауырына әсер етеді. Сондықтан жалпы негізі әйел адам ер адамға қарағанда 9 ай бойы күтініп жүру керек. Күтініп жүрген кезде мысалы нақты сіз маман ретінде айтасыз ба, мынаны істеу керек деген сияқты? Жалпы айтатынымыз міндетті түрде 12 аптаға дейін әйелдер кеңесіне учетқа тұру керек, есепке. Себебі кейбір жас қыздарымыз әсіресе бірінші генетикалық скринингті өткізіп алып жатады. То есть жүктілік кезінде жалпы бірінші және екінші скрининг өте маңызды. Біріншісінде 12 аптадан 13 аптаның 12-13 аптаның арасында жасалынады. Бұл жерде ультрадыбыстық зерттеу арқылы жалпы баланың қалай дамып жатқанын көреді, және жаңағы мойынның қалыңдығын өлшейді, мұрын сүйегінің қалыңдығын өлшейді, ұзындығын, иә. Одан кейін генетикалық анализдерге қан тапсырады. Егер қандай да бір ауытқу шығатын болса, онда ары қарай уже генетик маман тереңірек зерттейді. Бұл балада ауытқу шынымен бар ма, жоқ па деген тәріздес. Ал екінші скрининг ол 20-22 аптаның арасында жүргізіледі. Бұл кезде уже бастан бастап саусақтарға дейін қаралып шығады. Туа пайда болған ақаулардың бар жоғына тексеріледі. Яғни 22 аптаға дейін енді 12 аптаға дейін. 22 аптаға дейін дене бітімі қалыптасу керек қой. Иә, толық қалыптасып бітеді. Одан кейінгі үшінші скрининг? Үшінші скрининг ол 30-34 аптаның арасында жүргізіледі. Баланың жалпы салмағы, дамуы өзінің срогына сәйкес келіп жатыр ма, жаңа қағанақ суының мөлшері қалыпты ма, солар тексеріледі бұл кезде. Жақсы. Ал негізі енді мысалы жаңағы әйел жүктілік кезінде жаңағы спортпен айналысу, йогаға бару, бассейнде жүзу деген расында да денсаулығына жақсы көмектесе ме? Жақсы көмектеседі. Бұл даже дұрыс демалуға да, босану уақытында, толық кезінде дұрыс демалуға, ауыр сезімін жеңіл өткізуге толғақ уақытындағы әсер етеді. Сондықтан міндетті түрде ол йога, жүзу немесе жеңіл гимнастикалар мен ұсынамын. Әсіресе қазір мынау трендте ғой, мысалы демалу гимнастикасы, жаңағы деммен дұрыс жұмыс істеу деген сияқты. Одан кейін барып енді үлкен ірі қалаларда
өңірде білмеймін қалай екен, бірақ бізде ірі қалаларда кәдімгідей жаңағы академия мам деп жатады, не бір мектептер мысалы бар. Ол мектептердің барлығы тек қана жаңағы маркетинг болмаса жаңағы ақшаны құр жарату емес, кәдімгідей пайдалы, жүктілікке дайындалып жүрген, босануға дайындалып жүрген әйелдер үшін өте маңызды, пайдалы. Бірақ та қазіргі мен айтып кетейін, доула деген ұғым бар. Доула деген айтпақшы, осы қызық тақырып. Мен кейбір доулалардың қағидаларымен келіспеймін. Себебі толық егер сол кісілерді тыңдайтын болсақ, босану ол толығымен табиғи процесс, ешқандай медициналық араласу қажет етпейді. Және кейбір пациенттеріміз ол кісілерге қатты сенетіндіктен медициналық араласуларға қарсы келіп жатады. Ол одан ары асқынуларды тереңдетіп жібереді. Сондықтан мәселен қандай асқынулар? Дәрігерлер, сіз дәрігерге толық сенімділікпен қараңыз. Ол қаншама жыл оқып, қаншама жыл жұмыс істеп жатқан тәжірибесі бар маман. Сондықтан босану табиғи процесс болғанмен ол жерде де асқынулар кездеседі. Асқыну деген кезде ол қандай асқынулар? Асқынулар мысалы қан кету, немесе кесір тілігінен бас тарту. Босанып жатқан кезде болады пациенттеріміз, мен өзім босануым керек, маған доула солай айтты деп мысалы, кесір тілігінен бас тартып, баланың жағдайының одан арман нашарлауына алып келуі мүмкін мысалы. Мен барлық доулалар жаман деген сөз емес, әрине сондықтан дұрыс таңдай білу керек. Енді бұл тағы да бүйтіп алып қарасаң, тренд болып келе жатыр қазіргі таңда. Тіпті жаңағы әлеуметтік желіге кірсең, доула деп жазылып тұрады несінде, профайлында. Егер босану толық табиғи процесс болса, неге онда үйде босана бермейді бәрі? Енді бұрын жаңағы жайлауда, қыстауда, көктеуде босанып жатады. Енді ол кезде заман басқа болды. Дамымаған. Мысалы қаншама әйелдер баласы қайтыс болып кеткен. Көбісі босанып жатқан кезде өздері қайтыс болған. Ол жерде статистика жоқ. Даже қазірдің өзінде асқынулар жиі кездеседі. Мысалы акушерлік асқынулар, олар өте күрделі болып келеді. Себебі ойлаңыз, мысалы баланың жолдасы, ол 9 ай бойы ананың құрсағымен, былай айтқанда да, баланың арасындағы көпір жабысып жатады. Ал ол босанғаннан кейін плацента шықты дейік, баланың жолдасы, ол жер жара болып есептелінеді мысалы. Ол жараның жазылуы үшін уақыт керек, күтім керек. Сондықтан босанғаннан кейінгі кезеңнің өзі де өте маңызды. Енді негізі только босану ғана емес. Енді қазақта 40 күн әйел күтіну керек болған. Өйткені айтады ғой, өте қатты таңғаламын. Әйелдің жаны айтады ғой, бір аяғы жаңағы кәдімгі көрде дейді, бір аяғы тірі кәдімгі өмірде дейді ғой, жерде дейді. Сондықтан 40 күн бойы әйел адам күтініп, жаңағы баласын күтініп, жылы ұстап сөйту керек дейді. Бірақ қазіргі таңда мысалы жастар көбінесе оған мысалы немқұрайлы қарайтын болды. Ол қаншалықты дұрыс медициналық тұрғыдан? Менде мысалы қалай осы акушерствоға келгелі қазақтардың сол даналығына таңғалатын. Мысалы босанудан кейінгі кезең, жалпы организмнің өз-өзіне келуі, қалыптасуы 42 күн. Медицинада да сондай. Дәлелденген дейсіз ғой? Дәлелденген, иә. То есть жаңағы жүктілік кезінде мысалы адамда 2 қан айналым жүйесі бар, кіші қан айналым жүйесі, үлкен қан айналым жүйесі. Ал жүктілік кезінде 3-ші қан айналым жүйесі іске қосылады. Сол үшін бүкіл эндокриндік бездер барлығы 2 есе қатты жұмыс істейді. Жүрек те қатты жұмыс істей бастайды. Қанның көлемі ұлғаяды мысалы. Оның бәрі қайтадан қалпына келу керек. Жаңағы баланың жолдасы жабысып жатқан жер қайтадан эпителийлерге жаңағы түктері дейді ғой, қалпына келу керек мысалы. Сондықтан бұл жалпы қазақтардың
жас келіндерін немесе қыздарын дейік 40 күн бойы 40-нан шығарғанға дейін күткені бұл өте дұрыс. Өйткені айтады ғой жаңағы 40 суынан аман шыққаннан кейін уф деген ғой, былайша айтқан кезде. Ал 40-на дейін енді жаңағы баптап күтіп, әсіресе әйелдің денсаулығын күткен. Баланы да күткен, бірақ одан бұрын әйелдің денсаулығын күткен екен. Өйткені әйел бүкіл жаңағы өзінің организмін сол жаңа бір адамды тіршілік иесін дүниеге алып келу үшін өзінің бүкіл жаңағы энергиясынан бастап түйеге бөліседі ғой, баламен, ресурсымен, былайша айтқан кезде. Ал жалпы негізі енді бірінші бала, екінші баланы көтерген кезде медициналық тұрғыдан әйел адамға қанша уақыттан кейін екінші балаға барған дұрыс? 1,5-2 жылдан кейін. 1,5-2 жылдан кейін. Себебі баланы орташа есеппен 1 жасына дейін емізеді. Ол сүтпен бірге де кальций қоры бірге кетуі мүмкін әйел адамнан, темір, витаминдер, соның бәрінің орнын толықтыру қажет. Одан кейін барып екінші балаға жоспарлай беруге болады. Дұрыс, Жанар енді негізі айтады ғой, жаңағы ұлы сөзі ұят жоқ дейді қазақта. Бізде бүгінгі таңда әсіресе жаңағы енді бәріміз заманауи, сондай жаңа бір заманның адамдары болып қалыптасып жатырмыз ғой. Енді жаңағы инфекциялық ауруларға, жалпы жыныстық қатынастарға келген кезде тағы да бір жиі бір кездесетін ең мәселелердің бірі бағанағы біз айтып өткен инфекциялық аурулар. Енді сол инфекциялық аурулар түптеп келген кезде неге алып келуі мүмкін, және одан қалай өзімізді сақтаймыз? Жалпы инфекциялық аурулар, жыныстық инфекциялар. Ол бірнеше жыныстық партнер бар. Ер азаматтарда немесе қыз-келіншектерде жиі кездеседі. Гомосексуалды жаңағы адамдарда жиі кездеседі. Сондықтан егер денсаулығым бұзылмасын десеңіз, болашақта бала сүйе алмай қалмайын десеңіз, онда міндетті түрде қорғанбаған жыныстық қатынасқа түспеңіз. Міндетті түрде тексеріліп барып қана жыныстық қатынасқа түсу керек, және көп партнерлық қарым-қатынасқа түспеген дұрыс. Енді айтып отырмыз ғой, өйткені бұл заманның қазіргі былайша айтқан кезде тренді, партнер ауыстыру деген сияқты. Дегенмен ол денсаулыққа кәдімгідей әсер етеді. Денсаулықтан бұрын ол ертең болашақта ұрпақ сүюге қатты әсер етеді. Мысалы, вирус папиллома человека 70-80% жатыр мойны рагын шақыратынына уже байланысы зерттелген, дәлелденген. Ол жыныстық қатынас арқылы жұғуы мүмкін. То есть біз мысалы әйел адамдарға жыл сайын, жылына 1 рет онкоцитология тапсырып тұру керек дейміз ғой. Егер сол онкоцитологияда қандай да бір өзгерістер болса, біз міндетті түрде сол папиллома вирусына тағы анализ тапсырғызамыз. Және ол бізге прогноз жасауға көмектеседі. Мысалы, папиллома вирусы бар болатын болса, онда жатыр мойны рагының даму қаупі бар деген сөз. Ал хламидия, микоплазма, жаңағы трихомонада и гонорея инфекциялары, олар кіші жамбас мүшелеріндегі жабысқақ ауруын алып келетіндіктен жатыр түтіктерінің бітелуін алып келеді. Сондықтан ол бедеуліктің бір кілті дейсіз ғой. Бір себебі болып табылады. Себебі дейсіз ғой. Енді адам ондай ауруға шалдығуы мүмкін, шалдыққаннан кейін не істеу керек? Бірінші кезекте кімге бару керек? Инфекционистке бару керек, тағысын тағы ма? Қалай емделу керек? Мысалы, оны инфекционисттер де емдейді, венерологтар да емдейді, және гинекологтар, урологтар да емдейді. Сондықтан таңдау өзіңізде, кімге барып емделгіңіз келсе де, міндетті түрде антибактериалдық ем қолданамыз. Оның емі қымбат. Инфекцияларда. Одан кейін қорқытып жатырмыз. Ол ем бітпей қайтадан жыныстық қатынасқа түсуге болмайды. Толық жазылғанына көз жеткізгеннен кейін қана қорғанышсыз жыныстық қатынас. Қанша уақытқа созылуы мүмкін ем? Ем жалпы 10 күннен 14 күнге дейін созылуы мүмкін. Кейде мысалы микс инфекция болып жатады. Бір ғана емес, бірнешеу бар. Мысалы сифилис
оның да емі күрделі, иә. ВИЧ оны айтпасақ та түсінікті. Вирусный гепатит С деп жатамыз, ол бауыр циррозына алып келетін негізгі себептерден бірі. Және бауырдың рагына да алып келуі мүмкін болашақта. Оның емі өте қымбат, мысалы инфекционисттер қарайды ол науқастарға. Сондықтан алғашқы қадамды баспай тұрып, оңға солға қарап, ойланып барып жасау керек. Жақсы, Жанар, рахмет, сондай бір тұшымды жақсы бір әңгіме болды. Егер қосымша алып қосарың болса, микрофон өзіңнің алдыңда. Бір айтатын нақты мәселен бір кеңестерің болса, жастар болсын, болмаса жаңағы жүктілікке дайындалып жүрген, болмаса ертең болашақта ұрпақ сүйгісі келетін өзіміздің замандастарға айтарың болса, алып айтсаң болады. Жалпы енді мен қазір көбінесе репродуктология саласында жүргендіктен біздің негізгі жаңағы больная тема дейміз ғой. Негізгі өзекті мәселеміз ол сол аналық жасуша қорының азаюы. Ер адамдарда да кездесіп жатады ол. Мысалы аталық жасушалардың күрт азайып кетуі. Сондықтан қазір технологиялар жетілген. Ұрықтарды сақтап қойған дұрыс. Сонда сіз өзіңіздің болашағыңызға инвестиция жасаған сияқты боласыз. Өзіңізді бір қандай да бір кепілдікке, страховкаға алғандай боласыз. Осы сұрақты жіберіп алмаңыз. Мысалы, ол тек тұрмыс құрмаған адамдарға байланысты емес. Мысалы, тұрмыста да болуы мүмкін, бірақ кейін жоспарлауы мүмкін. Мысалы, үй салып алайық, содан кейін бала туайық та, мысалы. Ондай жағдайда ұрық саны аз болса, просто эко бағдарламасын жасап, ұрықтарды эмбрион күйінде қатырып қойыңыз. Одан тым кемшілік көрмейсіз. Себебі жаспен байланысты. Мысалы, әйел адам жасы қаншада болса, аналық жасушаның да сапасы соншалықты. Біздің подкасттан кейін қыздардың бәрі барып аналық жасушасын тексеретін сияқты ғой. Тексеріп қойған дұрыс. Негізі дұрыс, өйткені бағана өзіңіз айтып отырғандай 22-23-те де ерте климакс болатын жағдайлар болады. Мүмкін. Сондықтан Жанар, рахмет, осылай келіп осындай әңгіме құрып, осындай бір пайдалы контент жасауға көмектесіп жатқаныңа, отбасылы болып жатқан, бала сүйгісі келіп жүрген барлық отбасыларға тек қана денсаулық, жақсылық тілейміз, береке болсын, береке көп болсын дейміз. Сіздің де қолыңызға дерт бермесін, өйткені жаңағы әлеуметтік желіде көріп жатам, Жанар осылай сізге рахмет деп жатады, сондай алғысы көп пациенттер енді көп болсын, отбасылы болып, балалы болып жатқан пациенттер көп болсын, қазағымыздың саны көбейе берсін. Былайша айтқан кезде еңбегіңіз өне берсін. Сонымен тағы да таныстырып, тағы да айтып өткім келетіні, Жанар Байжұмақызы бүгінгі таңда 12 жылдық тәжірибесі бар гинеколог маманы, репродуктолог маман. Қазіргі таңда репродуктология деген енді үлкен бір медицинаның саласы ретінде қалыптасып отыр ғой. Сондықтан өздеріңіздің денсаулықтарыңызға дұрыс қараңыздар, жүктілікті жоспарлаңыздар, Алла бұйыртып жатса, өсе беріңіздер, өне беріңіздер дегіміз келеді. Сізге де көп рахмет, Зарина. Осындай жаңа өзекті мәселелерді бізде қазақша аудиторияға көбірек айту керек деп ойлаймын. Бұған қосқан үлесіңізге де көп рахмет. Мен де бұларды айтудан шаршамаймын деп ойлаймын. Және әрине тереңірек те талдайтын сұрақтарымыз болып жатар алдыда. Тағы кездескен кезде мүмкін оларды да қозғаймыз. Егер сұрақтар болса, жаңағы көрермендеріміз комментарийде жазып кетсе болады. Береміз комментарийде, және жазсаңыздар болады. Әрбір сондай маңызды сұрақтарыңызға мен Жанарды түртіп қойып отырам. Мен негізі Жанар біз қанша жыл болды таныс болғанымыз? 2012-де таныстық. Содан бері біз бірге жаңағы түрік тілінің курстарына барып жүргенбіз. Жанар ол кезде аспирантурада интернатурада оқып жүрген медицинада. Сонымен осылай өзімнің студиямда көріп отырғаныма өте қуаныштымын. Бәрі жақсы болсын, тек жақсылықта ғана жүздесе берейік. Көп рахмет.